Жетер жүргізуші куәлігін дайындап жүреді да, түрлі құжаттар дайындай керек. Сондай ұсынып жүрміз, адамдар бар ма алатын? Права ма? Иә. Ондай ақша жоқ қой, права кейін алмасақ. Вот, думай, егер... Мына жерде қолымды қайырып алып кетпей тұрған кетіп Жоқ, Думай, егер... Ау? Мына жерде Думай, не ақылдасақ, ол кішкене қиындау болады. ол саған ойшық емес ол. Сен сияқтылар аварияға түсіретін адам. Мен әкем мен інім алды. Ол қай жылы 2010-да алды, екеуі қанша төледі? 45-40 мыңнан төледі ма? Сол кезде 80 мың теңге екі кісіге берді. Ол кезде ол екі кісі сол кезде 2009-да ма, 10-да ма? 10-да қойдым, 10-да алды. Ол кезде 45 мыңға жасады. Жүргізуші куәлігі керек па? Иә. Олай оқып алуға мүмкін болмай тұр ма не? По-любому сол бағаға сатып аласың ғой. Одан да сатып ала салғың келіп тұр ма? Ол смотри, оқисың, ол экзамен по-любому өтпейсің ол жерде. Ол біледі бәрі. Сізге де керек пе еді? 70-ке сатып алдым. 70-ке? Қашан? Қай жылдары ол? 2010-да ма? Сен қанша қалды? Районна сенбесең? 100 мыңға сатып алдың ба сен? Диплом алмайсыңдар ма? Мұғалімнің дипломы. Сатып аласың ғой? Иә. Қаншаға? Физруктікі бар. А? Қаншаға? Оны қазір бізге срочно не керек болып тұр? 400-ге, 300-ге келісуге болады. 400-ге диплом алуға болады, иә? Ол енді заңсыз ғой, біліп түсінді ғой, бірақ андай оны білдірмейміз, базадан шешіп таныстар бар. Өздеріңіз байқағандай, кейбір азаматтар реті кеп жатса, заңсыз жолмен жасалған құжатты иемденуге қарсы емес, бастысы пұлына келіссе болды. Келешекте кәдеге жарап қалар деді ме, араларында телефон нөмірімді алып қалғандар да кездесті. Сен нөмір жазып алып қойшы. Алып па? Ол законный ғой, уже, иә? Енді заңсыз ғой, енді көріп түсіндір ғой, ақшаға істеген нәрсе заңды болып жүрмеді. Жоқ, негізі ол бүкіл жерде действительный болады ғой, ол права. Печатка болады ғой,